жақсы жұмыс істейді. Мына полиционерлер кілең қай уақытта да адамдарды қарап, жолда авария болып жатса да соны тексереді. 10 балаға дейін беремін, жақсы. Күні түні халыққа арналған полиция посты. Осы кейде салқын не болып қалған кезде ішіне барып жылынып аламыз, әйтеуір рұқсат береді оғанда. 5 пен 10 бала аралығында мен шкала бойынша бал беретін болсам 10 бал беремін. Полицияның жұмысына көңілім толады. Хромтау күре жолдың бойындағы аудан, сондықтан мұнда қауіпсіздік басты назарда. Аудан орталығында модульдік бекет бар, 26 бейнебақылау камерасы орнатылған, 14 жедел басқару орталығында қадағаланады. Жуырда жаңа учаскелік полиция пункті пайдалануға беріледі. Аудан орталығында 4-ші пункт жергілікті биліктің қолдауымен салынды. Хромтау қаласының 22-ші мөлтек ауданында полиция қызметкерлері үшін тұрғын үй және тірек пункті құрылысы жүргізілді. Бұл ғимарат бір жағында полиция қызметтері үшін тұрғын үй, екінші жағы жұмыс орны. Қазіргі уақытта бізде аудан әкімдігі мен полиция бөлімімен тығыз қарым-қатынас жұмыс жүріп жатыр, халықтың қауіпсіздігін сақтау мақсатында. Қазіргі уақытта осы ғимаратқа жаңадан снегоход сатып алып берейін деп жатырмыз. Жылжымалы стационарлық бекетте Самара-Шымкент тас жолында орналасқан Хромтау үшін ең қажетті техника. Мына блок бекеті қызметінде бізде полиция қызметкерлері, жедел жәрдем өкілі, сосын керек жағдайда төтенше жағдайлармен бірге, ЧС-пен бірге осы жерде қызмет жасаймыз халыққа. Біздің мақсатымыз бұл жерде жүргізушілерді тоқтату емес, оларға сервис көмек көрсету. Қандай жағдайда болмасын, жүргізушілерге көмек көрсетеміз. Ең көп жүретін жерде Самара-Шымкент бағытында фуралар көп жүреді. Соларға біздер соляркасы қатып қалады, болмаса жол көлік оқиғалары болады. Сондай уақытта міндетті түрде барып көмектесуге әзірміз.